Баршаңызға сәлем, мен сіздерге бүгін осындай керемет трайфлдар мен ауызда еритін кейк-попстардың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны мұқият қарап, соңына дейін қарап, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаймыз, қыздар. Міне бізге ол үшін основаға бисквиттер керек. Керістелген бисквит немесе печенье алсаңыздар да болады. Менде бұл жерде красный бархат және де вопи пай пирожноларының крошкалары. Осыларды бірінші жақсылап крошка етіп майдалап аламыз. Трайфл жасау үшін осы қараны қолдандым. Енді крошкалап алғаннан кейін кремін жасаймыз. Кремі кәдімгі простой крем, сливки мен творожный сыр және де сахарный бұйраны әдемілеп взбивать етіп аламыз да жинауға кірісеміз. Жинау үшін мен кремді кондитерский мешокқа салдым. Олар сіздерде міндетті емес, тек қана қасықпен әдемілеп жағып шықсаңыздар болады. Крошканы салып, кремді жағамызда, кремнің бетін кішкене тегістеп жіберіп, дәл осыны холодқа или морозильникке қойып қоямыз 10-15 минутқа. Ал біз бұл уақытта трайфлдар қатқанға дейін глазурь дайындасақ болады. Мен ол үшін капля шоколадына кішкене ақ майды құйып, осылай ерітіп алдым микроволновкада. Үсті қатып тұрған кремдерімізге құямыз. 1-2 қасықтай өзіңіз ориентир алып құя бересіз. Ол жағын бетін полный жабу керек. Аппақ-аппақ боп кремдеріңіз шығып қалмау керек. Осылай полный жағып шығамыз шоколадты. Біздің трайфлдар мұздай болғандықтан шоколадтар жақсы қатады. Үстін сәнде өз еріктеріңізде әртүрлі қалағандарыңызша сәнде бересіздер. Мен посыпкалармен және де әртүрлі фруктылармен сәндедім. Міне біздің трайфлдарымыз дайын болды. Өте дәмді және де ауызда еритін болып шығады. Ал енді кейк-попстарды жасауға кірсек, ол үшін менде красный бархат пирожныйның кружкасын алдым. Менде тәтті бисквит болғандықтан молоконы көп қоспадым. Негізі тек қана молокомен жиналсаңыздар өте жақсы жиналатын болады. Домалақ шариктерді әдемі істейсін. Мен молокомен сливочный маслоны араластырып жинап шықтым. Міне осылай домалақта боласыз. Полный домалақта боласыз. Осыдан менде 10-11 штук домалақ шықты дәл осы кожадан. Және де осындай шпажкалардың басын шоколадқа салып малып аласыздар да, сонда формасын жақсы ұстайтын болады. Шпажкадан түсіп кетпейтін болады, қыздар. Дәл осылай морозилькке 15 минутқа сап қоямыз. 15 минут тұрғаннан кейін біз глазурь дайындап, глазурь дәл жаңағыдай шоколадқа ақ майды араластырып ертіп аласыздар да, сразу полный шоколадпен жауып, бетіне әртүрлі посыпкалар сеуіп шығасыздар. Сәндеу әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша болады, қыздар. Әртүрлі қылып сәндесеңіздер болады. Немесе ақ шоколадпен де сәндеп, ақ шоколадпен жапсаңыздар да болады. Мен тек қана барлығын бірдей посыпка сеуіп шықтым. Міне біздің осындай керемет кейк-попстарымыз дайын болады. Балдар өте сүйіп жейді және де қызығып жейді. Балдарыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Және де менің арнама жазылып қоюды ұмытпаңыздар, өйткені өте керемет пайдалы видеолар көп болады, қыздар. Қыздар, егер де кейк-попстарды дастарханға қоятын десеңіздер, осындай әдемі қалыптарға салып, әдемілеп дастарханға қоюға болады, қыздар. Өте керемет ашады дастарханды. Видеоны аса лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаймыз.